Әлихан, бұл саған арналған жаңа жұмбақ. Аулада барлығы 49 бас бар. Ал аяқтар саны дәл 100-ге тең. Аулада неше қоян жүр, деді әжесі Әлиханға. Ол аулада тауықтардың серуендеп жүргенін және қояндардың тез секіріп жүргенін көрді. Тауықтарда 2 аяқ, қояндарда 4 аяқ. Егер барлық жануарлар тауық болса, онда 49 жануарда 98 аяқ болар еді, деп ойлады Әлихан. Бірақ менде 100 аяқ бар. Жоғалған аяқтар қайда? Ол сәбіз шайнап отырған қоянға қарады. Тауықтарда 2 аяқ, ал қояндарда 4 аяқ. Демек, әр қоян тауыққа қарағанда артық 2 аяқ береді. Демек, аулада бар болғаны бір ғана қоян бар. Әлихан тексеруді шешті. Егер қоян біреу болса, онда оның 4 аяғы бар. Қалған 48 жануар тауықтар. Әже, деп қуанып жариялады Әлихан. Сіздің аулаңызда 48 тауық және бар болғаны бір ғана қоян бар. Әже шолпан күліп жіберді. Жарайсың, Әлихан. Біздің ең үлпілдек досымыз жалғыз және қайталанбас. Жүр, мен саған оның